Сәлеметсіздер ме оқырман қауым? Бүгін бір ел, бір кітап республикалық акциясы аясында 2021 жылы оқылатын жыл кітаптары анықталған болатын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 30 кітап тізімі ұсынылды. Осыған орай орталық қалалық кітапханасы, ақсақалдар қағылымы, қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып оқу марафонын ұйымдастырды. Бүгін сіздерге ақын Тоқтарәлі Таңжарықтың өлеңдер жинағынан бір-екі өлең оқып беруге рұқсат етіңіздер. Жауып тұр күздің жаңбыры, түрі жоқ тіптен ашылар. Бей-жайға мені қалдырып, басылар көңіл тасыған. Тұмандар шөккен атырап, қиялды мұңға батырар. Сарғайған сорлы жапырақ, ұшады ағаш басынан. Табыстап жерге ғұмырын, әйнектен тамшы жосылар. Шылымның сорып шырынын, мұңайып жалғыз отырам. Үнінде сенің зармың бар, ашылған жүрек ай ұрар. Хасірет толы тағдырлар, шылынар көздің жасына. Жанарға жасың мұң ділі, жауарда жаңбыр басылар. Өткінші өтер дүние, сенбеймін бірақ осыған. Мүлгейді үнсіз мынау бақ, жеткенде бір сұм қабар. Тымық түнде тыраулап, қайда кеттің тырналар. Жүректерің мұң тыңдап, жүрсіңдер ме адасып, қанаттарын сырпылдап, қайда ұшып барасың. Сағындырған өзен бе, әлде асау теңіз бе, қарқарадай дізіліп, барасындар нені іздеп. Сендерге ұқсап қайтуға, жетпес жаным дәрмені, тұңғиыққа тартылған сағынышым бар менің. Теңіздерден телегей, өткім келіп тұрады. Ештеңені еремей, кеткім келіп тұрады. Екі өмір жоқ әрине, екі өлім. Қандай бақыт пәниде, табу іздеп мекенін. Желпініп бір жетуге, мекеніне аңсаған, сорлы жердің бетіне, қанатсыздар қаншама. Солар жайлы толғанам, солар жайлы мұң кешем, қасірет қой одағы, түсінбесін білдесен. Теңіздерден телегей, өткім келіп тұрады, ештеңені елемей, кеткім келіп тұрады. Еркіндігі ең тегін, шомылар ем шуаққа, менің дағы қайтемін, қанатым жоқ бірақ та. Сонау байтақ әлемге, жеткізіңдер бір хабар, дұғай сәлем де, қош бол тырналар.